Саламатсыздар ма? Арнаға қош келдіңіздер. Қазір арнамда кітап тайм уақыты. Бүгін сіздерге айтқым келіп отырған кітап Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз жамал» романы. Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің тұңғыш жетістігі, тұңғыш роман. Әдеби ортада өзінен кейін көтерер жүгі, мақсаты мен бағыты бір романдардың алғышарты болды. 1910 жылы Қазан қаласында басылып шыққан бұл кітап бірден тарап, қолдан қолға өтіп, оқырмандардың сұранысына ие болды. Қазақ әйелдерінің бас бостандығының жаршысына айналды. Сауатты халық жата келіп көзіне жас алып оқыса, сауатсыз халық соларды жағалай отырып тыңдайтын болған. Негізгі өзегі әйел бостандығы болған соң, әйелдер өре түрегелді. Әйел бостандығын екі жастың махаббаты арқылы сезіндіру оқырманның жүрегіне жол тапқан кілті десек қателеспейміз. Бұл туралы өздерінің естелігінде жазушының қызы Гүлнар Дулатова «Ардақтап өтем әкемді» атты естелігінде былай дейді: бұл кітабы да елге тез тарап кетті. Бізге көршілес тылдан келушілер сылтау тауып қалап әкететін болды. Жамалдың өлеңмен баяндайтын аянышты өмірінен қыз-келіншектер өз бастарынан кешкен қайғысын, мұң-зарын көрді. Романды оқығанда олар көз жастарын тия алмай үһілеп отыратын. Үлкендер жағы кешкі отырыстарда бақытсыз жамал хикаясын әңгімелесе, жастар жиын тойларда кітаптағы өлең жырларды әнге қосып айтатын дейді. Роман сол кездің өзінде екі рет басылып шықты, яғни 1910 және 1914 жылдары басылып шықты. Сол кездің, сол саяси көзқарастың көзімен қарайтын болсақ, екі рет басылып шығуы бұл романның оқырмандарының көп болуы, жастар арасында, жалпы қазақ арасында кең таралуы, яғни шығарманың көркемдік құндылығы қазіргі таңда да әлі де басылу үстінде, өзінің көрерменін, өзінің оқырманын әсте жоғалтқан емес. Енді романның көркемдік жағына ойысатын болсақ, қандай шығарма болсын, өз ортасында, өз заманында, өз әлеуметтік ортасында ол құнды болмақ. Сол сияқты Бақытсыз жамалда да ол өз заманының құнды шығармасы. Алайда 20 ғасырда жазылса да әлі күнге дейін өзінің құнын жоғалтқан емес. Оның тағы бір ерекшелігі бұл автордың жазу стилінде, көркемдегіш құралдарды ерекше әдемі пайдалануында деп айтқым келеді. Мысалға алатын болсақ, жалпы шығарма өзі роман өлең түрінде басылады да қара сөзбен жалғасады. Солайша жамалды ақын ретінде көрсетіп, бұл Міржақып өзінің ақындығын дәлелдеп тұрғандай. Мысалға алатын болсақ, жаңағы Жамал өзінің әке-шешесіне ренжіген жерінде былай айтады: мен қайран ата-ананың сатқанына, бір тазды жалпақ елден тапқанына. Атама мен не жазып ем қорғылғандай, болмаса бір мінезім жақпады ма, деп әдемі келтіріп өтеді. Сонымен қатар Жамалдың Ғалиға уәде берген кезінде де: сен үшін бір басымды еттім құрбан, шынжырлап жіберсе де Сібірге айдап, деп керемет ұйқас арқылы әдемі жеткізіп отырып. Сонымен қатар бұл шығармада түрлі эпитет, теңеу барлығы да бар. Тағы да бір ерекше айтып өтетіні, бұл шығармада көп кездесетін бұл психологиялық параллелизм, яғни адам мен ішкі жай күйімен табиғатты ерекше бірге үйлестіре қарауында. Мысалы, сол Салмакөл маңында басында сүйіншілетіп қыз бала дүниеге келді Сәрсенбайдың шаңырағында. Сәрсенбайдың шаңырағында сол кезде көктемнің жайдарлы күні деп көрсетеді. Осы жерде көктемнің күнімен сәбидің дүниеге келуі бұл қуанышты жаңалық. Осы екеуін салыстыра бірге жеткізіп отырып, сонымен қатар шығарманың шарықтау шегінде де дала аяз, боран, күн салқын қысты күні болып тұр дейді. Сонымен қатар жаңағы ғашығынан айырылған Жамал, қаламаса да таз жаманға шыққан Жамал, қорлықты көріп жүрген Жамалдың ішкі жай күйінде осы қыстың қақаған боранымен, аязымен сипаттап тұр. Бұл жерде де оқырманға өте оқып отырса әсер береді. Осы да жазушының Міржақып Дулатовтың шеберлігі деп айтсақ болады. Тағы да романда өзінің бір ерекше етіп көрсетіп тұрған жері бұл хат алмасулар, яғни Ғали мен Жамалдың арасындағы хаттар да бұл романға ерекше бір көрік беріп тұрғандай. Сонымен қатар шығармада Ғалиді сипаттайтын кезде былайша әдемі сипаттап көрсетеді. Бұл
Бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, азырақ бетінде қорасан дағы бар, жаңа мұрт шығып келе жатқан, сөйлеген сөзі сыпайы, әдепті, киімі ноғайшылау Ғали есімді бір зат еді. Көлденеңнен қарап салыстырғанда бұл үйдегі жігіттердің абзалы Ғали, қыздардың абзалы Жамал секілді көрініп, екеуінің қатар отыруы бек жарасымды болды деп көрсетеді. Осы жерде біз әдемі сипаттауды көре аламыз. Сонымен қатар осы Ғалиді шығарма бойы адамдардың жақсы көзқарасымен айтып келеді. Ол оқыған, білімді, бара-бара Ғалидің жақсы образы бара-бара өсе береді. Ал Жамалдікіне тоқталар болсақ, ол Жамалдікі әуел бастан шығарманың басында қалыптасқан дара образ ретінде көрсетеді. Басынан бастап ол адамдарға жағымды образ қалыптастырып, өзінің әдемілігімен, тектілігімен, оқыған білімділігімен, сұлулығымен шығарманың басында көзге түседі. Жалпы қысқаша айтқанда, Бақытсыз Жамал романы осылай. Менің мақсатым сіздерге бар шығарманы бастан аяғына дейін айтып беру емес, қызықтыру арқылы осы шығарманы, романды сіздерге оқыту. Кітаптайым ұнаса, лайк басып, пікірге өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Каналға тіркеліңіздер, тағы да осылай кітаптайымдарды түсіріп отыратын боламын. Рахмет, сау болыңыздар.